Мустан көңіл күйің жоқ қой. Иә, солай ата. Маған ана жерде Мустан кемпір тиісті. Сен неге мен қуантасың? Сен ойнап күліп жүрген маған ұнамайды. Сен не ауырып қалғансың ба? Сен неге айбаттан неге болмайсың? Сенің менде шаруан болмасын. Сен ауырып маған да жұқтырдың ғой деймін. Кетші әлі. Мен де ойлағаным осы болды. Өй, тышқан не болды? Кімнен қашып барсың? Ана жақтан Мустан кіріп келеді. Жүр, мен оны сазайын берейін. Жоқ, ол ауырып жүр. Сол саған да жұқтырады қазір барсаң. Не дейсің, түсінбедім. Ол ауырып жүр деймін. Жағдай солай ата. Мен Мустан кемпірден қалай құтыламыз? Жүр тышқан, мен білем не істеу керегін. Ой, сиыр ентігіп қалыпсың ғой. Не болды? Түсіндіріп берші маған. Ана жақтан Мустан кемпір жаман аурумен ауырып, бәрімізге жұқтырғысы келіп тұр. Біресе тышқанды, біресе мен қуа жөнелді. Уайымдама, Айзат ауыл санасына түсіп еді. Ей, Мустан, сен не бүлдіріп жүрсің? Мен түк бүлдірмедім. Өтірік айтма маған, мен бәрін білемін. Білсең немене сұрайсың? Ох, түс болғаны қандай жақсы. Ата, не болды? Бәрі дұрыс па? Я тек жаман түс көргенім болмаса. Онда жүріңіз, балаларды құттықтайық. Ал жаңағы қош келдің. Менің жолымда балалар 5 оқып өте тәртіпті болды. Менің жолым саған бұйырсын. Мен енді 12 мүшелден кейін келемін. Сондықтан қош сау болыңдар. Ал менің жылым баршаңызға табысты, берекелі және қызықты болады деп уәде беремін. Жаңа жыл құтты болсын.